Күйеуімнен жасырып жүрмін. Бәстескеніне өкінетінін айтып, кешірім сұрады. Болған оқиға. Тұрмыс құрғаныма биыл 10 жылдан асты. Оңтүстіктің қызымын. Қазір отбасымен Астанада тұрамыз. Бір үлкен компанияда жұмыс істеймін. Шүкір, табысым да жаман емес. Ата-анамыз жақсы тәрбие берді, өсірді, жеткізді. Тәрбиеме анам өте қатал қарады. Тұрмысқа шығып, өз теңіңді таппайынша бір жеріңе ие бол. Атымызға кір келтіретіндей тірлік жасама деп шекелеп тұрып айтатын. Сол тәрбиенің құлаққа сіңіп кеткен соншалықты сөз салып, артымнан жүгірген жігіттердің біреуін де өзіме жақындатқан емеспін. Құрбыларыма дипломымды алып, жұмысқа тұрған кезде ғана өзім сүйген жігітке сөзімді берем деп айтушы едім. Тура солай болды. Жұмысқа тұрған соң бірге істейтін әріптес жігітке көңілім ауа бастады. Атын атамай-ақ қояйын. Өзі өте сымбатты. Менен 3 жасқа үлкен еді. Бір бөлімде істеген соң білмегенімді үйретіп, есеп-қисапты жүргізуге, іс қағаздарын толтыруға қолғабыс етіп жүретін. Мен оны қанша ұнатып тұрсам да сыр білдірмей жарты жыл жүрдім. Уақыт өткен сайын арамыз жақындап, жақсы дос боп кеттік. Бірте-бірте ол мені мейрамханаға шақырып, үйіме дейін шығарып салып, ақыры қыз-жігіт боп жүре бастадық. Тура осындай Наурыз мерекесі қарсаңында ол маған үйленуге ұсыныс жасады. Көктен тілегенім жерден табылғандай, оның ұсынысын қуана қабылдадым. Бір қызығы, үйленуге уәделескен кезден бастап, жігітім маған төсек қатынасы туралы жиі айта бастады. Ақыры үйленеміз ғой, онда тұрған не бар деп миымды жеп қоятын. Келісімімді бермей біраз жүрдім. Бір күні оның осы әңгімесін жұмыста бірге істейтін қызға айтып ем, ақымақ, ешқашан келіспе деп баж ете қалды. Сөйтсем, жігітім жұмыстағы басқа әріптестерімнен осы қызды өзіме қаратпасам атым өшсін деп бәстескен екен. Оны бөлімдегі менен басқаның бәрі білетін боп шықты. Бұл жағдайды жанында жүрген дос қызымнан естігенде қандай күйге түскенімді айтып жеткізе алмаймын. Шындыққа көзімді жеткізу үшін бірден жігітіммен ашық сөйлестім. Бірақ қипақтап, сөзден қашқысы келгенімен кейін кінәсін мойындады. Басында бәстестім, бірақ саған шынымен ғашық боп қалдым, деп кешірім сұрады. Оның кешірімі керек пе? Мына жағдайдан кейін ол жерде жұмыс істей алмайтынымды түсіндім де арызымды жазып шығып кеттім. Арада 3 жылдай уақыт өткенде бірге оқыған курстас жігітпен кездесіп қалдым. Сабырлы, мінезі жуас, курстағы оқымысты жігіт еді. Үйленбепті. Сөйтіп телефон алмасып, кездесіп жүріп, ақырында екеуміз үйлендік. 1-2 жыл екеуміз де жұмыс басты болып, арамызда баланың болмай жүргеніне де аса алаңдамаппыз. Денсаулығымыз жақсы ғой деп дәрігерлерге көрінуді де ойламадық. Бірақ тұрмысқа шыққаныма 3 жылдан асқанда айналамыздағы адамдар неғып жүрсіңдер деп миымызды жеп қойды. Күйеуім екеуміз біраз дәрігердің табалдырығын тоздырдық. Сізде бәрі жақсы, тек жолдасыңыз аздап емделу керек, балаларыңыз болады дейді. Күйеуім ұзақ уақыт ем алды. Бұл жағдай оның да жүйкесіне әсер етті-ау. Жуас деген күйеуім күнде телефонымды тексеріп, басқан ізімді аңдып бәле болды. Қайта еркектің ұрсып, айғайлап, кейде жұдырығымен түйіп алғаны жақсы ма деп қаласың. Себебі ол сөзбен мыжи беретін. Әр сөзімнен ілік іздеп, бірдеңені тауып алып, соны шұқылай бергені менің де жаныма батып, ажаса салсам қайтеді деген ой болды. Арасында ішіп келіп төсекке күштеп сөйлейтінім де бар. Күйеуіме де, өміріме де өкпелеп жүрген күндердің бірінде баяғы жігітімді жолықтырып қалдым. Астанаға жұмыс бабымен келген екен. Бірге тамақтандық. Өткен кеткенді еске алдық. Баяғы бәстескен жағдайды қайта айтып, тағы менен кешірім сұрады. Күйеуімнен әбден көңілім қалып, құлазып жүргенде кездескен алғашқы махаббатыммен сол күні оның жалдамалы пәтерінде бірге болдық. Енді мені іздеме, мына жағдай болмағандай ары қарай өмірімізді жалғастыра берейік деп қоштасып кеттім. Ол өз қаласына қайтты. Сол жағдайдан кейін ұятым маза берер емес. Бар шындықты айтып, күйеуіммен ажырасам деп жүргенде ол бірден өзгеріп шыға келді. Мен ақымақ болыппын. Сенсіз өмір сүре алмаймын, бәрін басынан бастайықшы деп кешірім сұрады.
Көп ұзамай өзімнің жүкті екенімді білдім. Емімнің нәтижесі болды. Аллаға шүкір деп күйеуім қуанып, қазір айтқанымды екі етпей жүр. Баламыз 1,5 жаста. Аузынан түсіп қалғандай күйеуімнен аумайды. Бірақ менің күдігім бар. 5 жылдан бері болмаған бала менің жігітім келген уақытта қалай пайда болды? Әлде шынымен емімнің нәтижесі болды ма? Осы жағына басым жетпей жүр. Күндердің күнінде бұл жағдай әшкере болып, күйеуім шындықты біліп қойса, қайтем деп уайымнан азып-тозып барамын.